Қайырлы күн. Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз жасанды интеллект, болашаққа қадам. Бүгінгі таңда адамзаттың өмірінде жаңа дәуірі басталды. Ол жасанды интеллект дәуірі. Жасанды интеллект адамның ойлау, шешім қабылдау және үйрену қабілетін компьютерлік жүйелер арқылы модельдейтін технология. Ол ғылым мен техниканың ең жылдам дамып келе жатқан саласы, әрі келешектің басты қозғаушы күші болып табылады. Жасанды интеллект бұл компьютерлік жүйелерді адамдардың интеллектуалды әрекеттерін тану, талдау, үйрену, жоспарлау, сөйлеу, бейнелеу, шешім қабылдау, орындау қабілеті. Жасанды интеллект негізінде машиналық оқыту, терең нейрондық желілер, табиғи тілді өңдеу, компьютерлік көру сияқты бағыттар жатар. Жасанды интеллекттің қолдану салалары. Бүгінде жасанды интеллекттің технологиялары өмірдің барлық саласына еніп отыр. Салаларға келіп тоқталатын болсақ, білім беру, медицина, көлік және логистика, қаржы саласы, өнер және медиа, өндіріс орындарында қазіргі таңда жасанды интеллект кең қолданылып жатыр. Білім беру саласына қолдануын атап өтсек, ақылды оқыту жүйелері, онлайн курстарда жеке траектория, медицина саласында диагноз қою, генетикалық талдау, операция кезінде көмекші роботтар, ал көлік және логистика саласында автопилот, жол қозғалысын болжау, маршрутты оңтайландыру секілді қызметтер атқарады. Ал қаржы саласында тәуекелді талдау, клиенттерге қызмет көрсету боттары, өнер және медиа, музыка, бейне және мәтін генерациясын дизайн жасау. Ал өндіріс орындарында роботтандырылған зауыттар, смарт мониторинг жүйелері жатады. Бұл жерде бізде жасанды интеллекттің даму перспективалары, бұл Қазақстандағы ұлттық стратегиялар, экожүйе қалыптастыру, білім беру инициативалары көрсетілген. Жасанды интеллекттің қазіргі таңдағы артықшылықтары: үлкен көлемдегі деректерді жылдам талдайды, адам қателігін азайтады, өндіріс тиімділігін арттырады, қызмет көрсету сапасын жақсартады, күрделі мәселелерді шешуге көмектеседі. Қауіптері мен бұл жерде кемшіліктері туралы да атап өтсек болмайды. Дегенмен жасанды интеллект дамуымен бірге жаңа мәселелер де туындайды. Жұмыс орындарының қысқаруы жатады оған. Екінші, қауіпсіздік пен жеке деректердің қорғалуы болады. Одан кейін алгоритмдердің әлсіздігі жатады. Келесіде адам мен машинаның қарым-қатынас мәселелері. Жасанды интеллект білім беруде жеке тәсіл және тиімділік, оқу қажеттіліктерін талдау, жеке оқу сипатын анықтау, материалды бейімдеу, жеке оқу бағдарламасын құру, нәтижелерді бағалау, жеке прогресті бақылау және түзету. Қазақстандағы жасанды интеллект дамуы. Қазақстанда жасанды интеллект саласы қарқынды дамып келе жатыр. Мысалға атап өтетін болсақ, біздің оқу орындарымызда Астана IT университеті, Назарбаев университеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеттері сияқты оқу орындарында жасанды интеллект бағытындағы зерттеулер жүргізіледі. Келесіде атап өтетін болсақ, Қазақстанға мәлім Астана Хаб технопаркі стартаптарға қолдау көрсетеді.
келесіде мемлекеттік деңгейде цифрлық Қазақстан бағдарламасы аясында жасанды интеллект жобалары енгізілуде. Жасанды интеллект қаржы секторына тәуекелдерді басқару және болжамдау, деректерді жинау, нарық және клиент ақпарат, тәуекелді анықтау, АИ жүйелері арқылы қаржылық тәуекелді бағалау, болжам жасау, нарық тенденцияларын нақты болжайды. Жасанды интеллект этикасы, жауапкершілік және шектеулер. Бұл жерде жауапкершілігіне атап өтетін әділ және қауіпсіз шешімдер қабылдау. Диалогқа келіп тоқталсақ, деректерді қорғау және рұқсатсыз қолданысты болдырмау. Үшінші кезекте контроль, АИ жүйелерінің адам бақылауында болуы. Жасанды интеллект дамуының болашақтағы болжамдар және трендтер. 30% бізде жасанды интеллект нарығының жылдық өсімі. Жылда 30% өсіп отыр. 2027 жылы бізде қазіргі таңданың өзінде көптеген қолданыста жүр. Ал 27 жылдары бізде өте кең таралу уақыты келеді. 85% бізде іскерлік шешімдерде жасанды интеллект қолдану деңгейі. Жасанды интеллекттің болашақтағы рөлін атап өтетін болсақ, жасанды интеллект болашақ экономикасының өзегі. Келешекте смарт қалалар дамиды. Екінші кезекте адам мен роботтар бірлесе жұмыс істейді. Үшінші кезекте білім беру жекеленеді. Төртінші кезекте денсаулық сақтау жүйесі толық автоматтанады. Қорытындылай келсек, жасанды интеллект бұл технология емес, адамзаттың жаңа мүмкіндіктер дәуіріне жол ашатын күш. Оны дұрыс бағытта пайдалану біздің ортақ міндетіміз. Болашаққа қадам ақылды, саналы, жауапты технологиялар арқылы жүзеге асады. Мынау бізде қорытындылай келіп, бұл жасанды интеллектті дұрыс және бағыттарда пайдалану біздің ортақ міндетіміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.